40 жастан кейін әйел ағзасында табиғи өзгерістер басталады. Бүгінгі видеода 40 жастан кейін әйел ағзасына ерекше маңызды болатын дәрумендер мен минералдар туралы айтамыз. Олар D3, магний, омега-3, кальций, В тобы дәрумендері, фолий қышқылы және темір. Бұрын өзіңізді сергек сезінсеңіз, енді тез шаршап қалуыңыз, ұйқының бұзылуы, буындардың сырқырауы, шаштың жұқаруы, немесе терінің құрғауы жиі байқалуы мүмкін. Көп әйел мұны жай ғана жас ұлғаюының белгісі деп қабылдайды. Бірақ кейбір жағдайда бұл ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдардың жеткіліксіздігінен де болуы мүмкін. Әсіресе 40 жастан кейін эстроген гормонының деңгейі біртіндеп өзгере бастайды. Бұл өзгеріс сүйекке, бұлшықетке, жүрекке, миға және жалпы зат алмасуға әсер етеді. Сондықтан осы жаста дұрыс тамақтану мен жеткілікті дәрумендерге көңіл бөлу бұрынғыдан да маңызды. Олар қандай қызмет атқарады, жетіспегенде қандай белгілер байқалуы мүмкін және оларды қандай тағамдардан алуға болатынын қарастырамыз. Бірақ бір нәрсені есте сақтау керек. Интернетте айтылған барлық дәруменді бірден сатып алып қабылдау дұрыс емес. Әр адамның денсаулық жағдайы, тамақтануы және зертханалық көрсеткіштері әртүрлі. Кейбір дәрумендердің жетіспеуі қауіпті болса, шамадан тыс қабылдау да денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Алғашқы дәрумен D дәруменіне тоқталайық. 40 жастан кейін ең маңызды дәрумендердің бірі болып саналады және әйел ағзасына ерекше көңіл бөлуді қажет ететін дәрумендердің бірі. Жас ұлғайған сайын ағзаның күн сәулесінің әсерінен D дәрумені түзу қабілеті біртіндеп төмендейді. Сонымен қатар адамдардың көпшілігі күннің көп бөлігін үйде немесе кеңседе өткізеді. Осы себепті D дәруменінің жеткіліксіздігі жиі кездеседі. D дәруменінің негізгі қызметтерінің бірі кальцийдің ішекте сіңуіне көмектесу. Егер D дәрумені жеткіліксіз болса, кальций дұрыс сіңбейді, уақыт өте келе сүйек тығыздығы төмендейді. Бұл әсіресе менопауза кезеңіне жақындаған немесе менопауза басталған әйелдер үшін маңызды. Өйткені осы кезеңде остеопороз қаупі артады. Сонымен қатар D дәрумені бұлшықеттердің қалыпты жұмысына да қатысады. Кейбір адамдарда оның тапшылығы бұлшықет әлсіздігімен немесе тепе-теңдіктің нашарлауымен қатар жүруі мүмкін. Мұндай өзгерістер құлап қалу қаупін арттыруы ықтимал. Кейбір зерттеулер D дәруменінің иммундық жүйенің қалыпты қызметіне де қатысатынын көрсетеді. Бірақ оны тұмау немесе басқа аурулардың алдын алатын ғажайып дәрумен деп айту дұрыс емес. Оның негізгі рөлі ағзаның қалыпты қызметін қолдау. D дәрумені жетіспеген кезде кейбір адамдарда сүйек пен бел аймағының ауруы, бұлшықеттің әлсіздігі, тез шаршау, жалпы әлсіздік сияқты белгілер байқалуы мүмкін. Алайда бұл белгілер тек D дәруменінің тапшылығына ғана тән емес. Сондықтан нақты себебін анықтау үшін дәрігердің бағалауы қажет. D дәруменінің табиғи түрде күн сәулесінің әсерінен алуға болады. Сондай-ақ ол майлы балықтарда, жұмыртқаның сарысында және D дәруменімен байытылған кейбір тағамдарда да кездеседі. Бірақ тек тамақ арқылы қажетті мөлшерді алу әрдайым оңай емес. Сондықтан кейбір адамдарға дәрігер D дәруменін қоспа ретінде ұсынуы мүмкін. Дегенмен оны өз бетінше жоғары дозада ұзақ уақыт қабылдау қауіпсіз емес. Артық мөлшері қанда кальцийдің шамадан тыс көбеюіне және бүйрекке зиян келтіреді. Сондықтан қажет болған жағдайда дәрігердің кеңесімен және кейде зертханалық талдау нәтижесіне сүйене отырып қабылдаған дұрыс. Енді 40 жастан кейін әйелдер үшін D дәруменінен кем түспейтін тағы бір маңызды затқа көшейік. Ол кальций. Көп адам оны тек сүтпен байланыстырады, бірақ оның ағзадағы рөлі әлдеқайда кең. 40 жастан кейін әйел ағзасына эстроген гормонының деңгейі біртіндеп төмендей бастайды деп айттық. Бұл табиғи процесс сүйек тінінің жаңаруына әсер етеді. Нәтижесінде сүйек бұрынғыға қарағанда жұқарып, сынғыш бола бастайды. Сондықтан дәл осы жаста кальцийдің маңызы ерекше артады.
Көпшілік кальций тек сүйек пен тіске қажет деп ойлайды, бірақ бұл минералдың қызметі бұдан әлдеқайда кең. Ол бұлшықеттердің жиырылуына, жүйке импульстарының берілуіне, жүрек ырғағының қалыпты жұмыс істеуіне және қан ұю процесіне қатысады. Егер ағзаға кальций жеткіліксіз түссе, дене оны сүйектен алады. Бұл бірден байқалмайды. Жылдар өте келе сүйек тығыздығы азайып, остеопороздың даму қаупі жоғарылайды. Сондықтан көптеген әйел сүйек сынғаннан кейін ғана мәселенің бар екенін біле бастайды. Кальций жетіспегенде кейбір адамдарда аяқтың түнде тартылуы басталады. Тырнақтың сынғыш болуы, тістің әлсіреуі, бұлшықет құрысулары, сүйек ауырсынуы сияқты белгілер кездесуі мүмкін. Бірақ бұл белгілердің басқа себептері де болуы мүмкін екенін ұмытпаған жөн. Кальцийдің ең жақсы көздері бұл сүтте, айранда, табиғи йогуртте, сүзбе, ірімшік, сардина сияқты сүйегімен бірге жерінетін балықтарда, күнжіт, бадам, брокколи мен жапырақты жасыл көкөністерде кездеседі. Бірақ маңызды бір нәрсе бар. Кальций дәрумені жеткілікті болғанда ғана жақсы сіңеді. Сондықтан бұл екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Егер дәрумені жеткіліксіз болса, кальцийді көп мөлшерде қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін. Сонымен қатар, кальций қоспаларында себепсіз қабылдай беруге болмайды. Кейбір адамдарға тағамнан алынатын кальций жеткілікті болады, ал кейбір жағдайларда дәрігер қосымша қабылдауды ұсынады. Әсіресе бүйрек тасы бар адамдар немесе белгілі бір аурулары бар адамдар кальций қоспаларын тек маманның кеңесімен қабылдаған дұрыс дейді. 40 жастан кейін сүйекті мықты ұстау үшін тек кальций жеткіліксіз. Күнделікті жаяу жүру, жеңіл күш жаттығулары, жеткілікті ақуыз тұтыну, темекіден бас тартуда сүйек денсаулығына үлкен әсер етеді. Ал енді әйелдердің көбіне жетіспейтін тағы бір маңызды минералға көшейік. Ол магний. Магнийдің жетіспеуі ұйқының бұзылуына, бұлшықет құрысуына және тұрақты шаршауға ықпал етуі мүмкін. 40 жастан кейін көптеген әйелдер ұйқының бұрынғыдай болмай қалғанын, жүйкенің тез жұқаратынын, немесе аяқтың түнде тартылып қалатынын байқайды. Мұндай белгілердің себептері әртүрлі болуы мүмкін. Соның бірі магнийдің жеткіліксіздігі. Магний ағзадағы 300-ден астам биохимиялық реакцияға қатысады. Ол бұлшықеттердің қалыпты жиырылуына, жүйке жүйесінің жұмысына, жүрек ырғағының сақталуына және энергия өндіруге қажет. Магний жетіспегенде аяқ-қолдың тартылуы, ұйқының бұзылуы, ашушаңдық, тез шаршау, қабақтың тартылуы сияқты белгілер байқалуы мүмкін. Магнийге бай тағамдарға жаңғақтар, асқабақ дәні, бұршақ дақылдары, қарақұмық, сұлы, шпинат және қара шоколад жатады. Магний қоспалары барлық адамға қажет емес. Егер тапшылыққа күдік болса, немесе белгілі бір аурулар болса, дәрігердің кеңесін қабылдаған дұрыс. Ал енді B12 дәрумендері ми мен жүйке жүйесі үшін маңызды. 40 жастан кейін кейбір адамдарда B12 дәруменің сіңірілуі төмендей бастайды. Соның салдарынан әлсіздік, есте сақтаудың нашарлауы, немесе аяқ-қолдың ұюы пайда болады. B12 дәрумені эритроциттердің түзілуіне, жүйке талшықтарының қорғалуына, есте сақтау мен зейінге, энергия алмасуына қатысады. Тапшылық кезінде әлсіздік, бас айналу, қол-аяқтың шаншуы, есте сақтаудың төмендеуі байқалуы мүмкін. B12 көбіне етте, бауырда, жұмыртқада, балықта және сүт өнімдерінде болады. Вегетариандық тамақтанатын адамдарда тапшылық қаупі жоғарырақ болуы мүмкін. Келесі дәрумен омега-3. Ол жүрек, ми және буын үшін өте қажет. Омега-3 витамин емес, бірақ 40 жастан кейін әйелдер үшін маңызды май қышқылдарының бірі. Ол жүрек денсаулығын қолдайды, мидың қалыпты қызметіне қатысады, көздің саулығына қажет, буындардың қалыпты қызметіне көмектеседі. Омега-3 майлы балықтарда, зығыр тұқымында және жаңғақта кездеседі. Егер балықты сирек жейтін болсаңыз, дәрігермен кеңесіп, қоспалар туралы ойлануға да болады. Темірге тоқтала кетейік. Темір әркімге бірдей қажет емес.
Көп әйел өзін әлсіз сезінсе, бірден темір қабылдай бастайды. Бірақ бұл дұрыс емес. Темір тапшылығы тек талдау арқылы анықталады. Темірдің жетіспеуі кезінде әлсіздік, ентігу, шаш түсу, терінің бозаруы, бас айналуы болуы мүмкін. Ал темірдің артық болуы да ағзаға зиян. Темірге бай тағамдарға қызыл ет, бауыр, бұршақ, жасымық, шпинат жатады. Темірді тек дәрігердің ұсынысымен қабылдаған дұрыс. В9, фолик қышқылы және В6 дәрумені. Бұл дәрумендер тек жүкті әйелдерге ғана қажет емес. Олар қан түзілуіне, жүйке жүйесіне, жасушалардың жаңаруына, жүрек қан тамыр жүйесінің қалыпты жұмысына қатысады. Оларды жасыл жапырақты көкөністерден, бұршақ дақылдардан, цитрус жемістерінен және тұтас дәнді өнімдерден алуға болады. Енді осы витаминдерді қалай дұрыс қабылдау керегіне тоқталайық. Көп адам неғұрлым көп витамин қабылдасам, соғұрлым денсаулығым жақсы болады деп ойлайды. Бірақ бұл қате пікір. Майда еритін дәрумендер А, Д, Е, К витаминдер ағзада жиналады. Сондықтан оларды ұзақ уақыт жоғары дозада қабылдау зиян болуы мүмкін. Ең дұрыс жол алдымен дұрыс тамақтану, қажет болса дәрігерге қаралу, содан кейін кейбір жағдайларда ғана қан талдауын тапсырып көру, содан кейін қоспаларды таңдап қабылдауға болады. Ешқашан таныстың кеңесімен немесе интернеттен көрген ақпаратқа сүйеніп ем қабылдамаңыз. Қорытындылай келе, 40 жастан кейін денсаулыққа көңіл бөлу өзіңізге жасаған ең жақсы инвестициялардың бірі. Бұл жаста біз айтып өткен дәрумендердің барлығы ағзаға қажет болуы мүмкін. Бірақ ең маңыздысы, барлық әйелге бірдей витамин қажет деген түсінік дұрыс емес. Қажеттілік жасына, тамақтануына, денсаулық жағдайына және зертханалық көрсеткіштеріне байланысты өзгереді. Егер видео сізге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Астындағы комментарийға өзіңіздің жасыңызды жаза кетіңіз. Келесі видеода дәл сіздің жасыңызға қатысты денсаулық тақырыптарын талқылайтын боламыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.